Сәлем достар, hi guys! Бүгінгі видеода ағылшын тілінде жиі қолданылатын ғарыш тақырыбына қатысты сөздердің мағынасын талқылауды жалғастырамыз. Сіз күнделікті өмірде жасанды жер серігі, серік немесе спутник деген сөздерді естіп жүрген боларсыз. Ендеше ағылшынша аудармасы қалай? Satellite, жасанды жер серігі, серік, спутник. Мысалы, Mars has two satellites, which were discovered by the American astronomer Ashab Hall in 1877. Марстың 1877 жылы американдық астроном Ашап Холл ашқан екі серігі бар. Келесі сөз falling star немесе shooting star. Қазақша аққан жұлдыз деп аударылады. Meteors are commonly called shooting stars or falling stars. Метеорлар әдетте аққан жұлдыздар деп аталады. Full moon, толық ай. Most of the time, the full moon isn't perfectly full because part of it is in shadow. Өте көп жағдайда толық айдың бейнесі анық көрінбейді, себебі оның жартысы көлеңкеде қалады. Orbital inclination, орбиталық бейімділік. Orbital inclination is used to describe the movement of celestial bodies such as planets and stars. Орбиталық бейімділік планеталар және жұлдыздар секілді аспан денелерінің қозғалысын бейнелеу үшін қолданылады. Howl, black howl, қара тесік. Some black holes are very tiny, but they have the mass of a large mountain. Кейбір қара тесіктер өте кішкентай, бірақ олар үлкен таудың массасына ие. Достар, егер де сізге бүгінгі видеоның пайдасы тисе, каналға жазылып, видеоға лайк басып кетуіңізді сұраймын.